Шалбарды көшпенділер ойлап тапқан 3300 жыл бұрын. Бұл адамзат тарихындағы ең ежелгі шалбар. Шығыс Түркістан, яғни қазіргі Қытай аумағындағы Тұрпан ойпатындағы Янхай зиратынан табылған. Өмірінің тең жартысы ат үстінде өткен сақ жауынгеріне тиесілі болған десе. Жүннен тоқылған, балағы ұзын, атқа мінуге арналған шалбар. Сақтардың шалбарын кейін гал мен германдықтар көріп, қызығып кие бастайды. Рим империясында шалбар варварлардың киімі саналған. Оны киген адамға тіпті айыппұл салған. Бірақ сосын император, корольдер ат үстінде ұзақ жорыққа шығатын жауынгерлер үшін белдемше ыңғайсыз екенін түсініп, амалсыз шалбар киюге рұқсат етті. Айтпақшы, штаны, шаровары, көне түрік сөздері, штаны иштон, шалбардың ішінен киетін шалбар. Ал шаровар парсыша сарабарадан, яғни түркілердің шалбар сөзінен шыққан. Шалбар ол әзірбайжанша да, бенгалша да шалвар екен ғой. Көшпенділер тағы не ойлап тапты? Комментке жаз.